Өз тілінде айтса болады ма? Адам дуа қылған уақытында жағдай барынша Наби саллаллаху алейхи ва салламның қысқа сөздерменен, мысалы біз мына хадистерді оқып жатырмыз ғой, өзі қысқа, бірақ мағынасы кең. Тура сол сияқты Наби саллаллаху алейхи ва салламнан дуалар келген. Біз оны жағдай барынша жаттауымыз керек болады. Жағдай барынша. Себебі ол дуалар өзі қысқа, бірақ көптеген мағынаға ие болады. Мысалы, Наби саллаллаху алейхи ва саллам үйретіп айтады. Сен былай дуа қыл дейді. Аллахумма инни асалука минал хайри кулли, ажилихи ва ажилихи, ва аузу бика минаш шарри кулли, ажилихи ва ажилихи. Ей Раббим Аллах, мен жақсылықтың барлығын сенен сұраймын. Қазіргі болатында, келешекте болатында жақсылық. Жамандықтың барлығынан пана тілеймін. Қазіргі келешекте. Не қалды? Айтшы, не қалды бұдан кейін? Түсінікті ме жоқ па? Екінші дуа. Аллахумма инни асалука джанната ва ма қарраба илайха мин қаули ва амал. Ва аузу бика минан нар ва ма қарраба илайха мин қаули ва амал. Ей Аллах, мен сенен жаннатқа жақындататын әрбір сөз және істі сұраймын дейді. Және сенен тозаққа жақындататын әрбір сөз және істің жамандығынан пана тілеймін. Алыстататын. Яғни жаннаттан алыстататын, тозаққа жақындататын. Солай ма? Не қалды? Яғни жаннатқа біріншісі не? Жаннатқа жақындататын. Екіншісі тозаққа жақындатып, соның жамандығынан пана тілеймін деп жатыр. Түсінікті ме? Тозаққа жақындататын жамандықтан не қыламын деп жатыр? Пана тілеймін деп жатыр. Сөздің ақырына қараңдар да, мен сұраймын деп жатқан жоқ. Пана тілеймін деп жатыр. Түсінікті ме жоқ па? Сендер ар жағына қарап, артына қарамай жатсыңдар. Сөзді ақырына шейін тыңдау керек. Соменен қарасаң, бүткіл жамандықты, яғни сақтануды сұрадың, бүткіл жақсылықты беруін сұрадың. Не қалды саған? Үшіншісі қалды саған. Аллахумма инни асалука хайра ма саалака минху Мухаммадун саллаллаху алейхи ва саллям. Аузу бика мин шарри ма стааза бихи Мухаммадун анху саллаллаху алейхи ва саллям. Мен сенен пайғамбарың Мухаммад алейхиссалату вассалам сұраған жақсылықтың барлығын сұраймын. Пайғамбарың Мухаммад алейхиссалату вассалам пана тілеген жамандықтың бәрінен пана тілеймін дейді. Бәрін жинасаң 3 қатар шығады мына дуалар. Соны кім жаттай алмайды? Дүние ақыреттің бүткіл жақсылығын жинаған. Осыны сен дуа қыл, арабшада жетеді иншалла. Түсінікті ме? Көбінесе сұрақ қояды да, қазақша қылсам бола ма, қазақша қылсам бола ма? Болады қазақша қылсам. Бірақ қай тіл араб тіліне сай келеді? Біріншіден бол. Екіншіден кімнің сөзі Расул саллаллаху алейхи ва саллам сөзіне сай келеді? Бұл жерде екі қасиетті нәрсе болып тұр. Біріншіден араб тілімен болып жатыр. Екіншіден кімнің сөзімен болып жатыр? Расул саллаллаху алейхи ва саллам. Кімнің сөзі сай келеді оған? Қай дуа бодан үстін келеді? Сол үшін көрсең, мына осы тарауихтарда, витрда болатын дуалар, осындай дуалар болу керек өз негізінде. Біріншіден өлеңдету дұрыс емес, сүннетке сай келмейді. Екіншіден ұзақ бір дуа емес, қысқа, өте бір негізгі мағыналарды жинаған сөздермен болу керек. Төртінші дуа: Раббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасана, ва қина азабан нар. Ей Аллах, бізге не дейді? Дүниедегі жақсылықты бер. Және бізді неден сақта дейді? Тозақтың азабынан сақта дейді. Дүниеде де жақсылығыны бер, ақыреттегі жақсылықты бер да, соменен не? Тозақтың азабынан сақта. Не қалды саған сұрайтын? Бүткіл бәрі. Одан кейін ар жағына бір нәрсе қалып қалса, сен де мейлі сұра өзіңнің тілінде. Айта алмасаң арабшада. Оған шейін осы нәрсемен шектелсең, бейднилла азза ва жал, сол дуаның өзі саған дүние ақыреттің жақсылығын жинап береді. Аллаху алам.